Баршаңызға сәлем. Етті дәл осы жолмен пісіруге кеңес беремін. Өйткені өте дәмді болады. Алдымен етімізді соломка етіп, осылай ұзынша етіп, жіңішке етіп турап аламыз. Сонымен қатар пиязымызды турап алдым. Енді қызып тұрған майымызға салып, жақсылап қызартып қуырамыз. Пиязымыз да етіміз де әбден қуырылуы керек. Енді осылай айналдырып болғаннан кейін үстінен тұз, бұрыш, тағы да дәмдеуіштерін дәміне қарай қосатын боламыз. Мен бұл жерде тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш және де кептірілген көкшөптерді қостым. Енді міне суы тартылғанға дейін осылай қуыратын боламыз. Етіміздің суы тартылды. Енді үстінен томат пастасын саламыз. Содан кейін тағы да араластырып, үстінен ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сол кезде, қазір үстінен су құйған кезде жабысып қалмайтын болады. Енді үстінен қайнап тұрған суымызды құямыз. Жасалу жолы гуляшқа ұқсайды, бірақ өзгешеліктері бар. Гуляшта ұзағырақ уақыт алады, ал бұда барлығын бірден қосып жіберуге болады. Енді үстінен қайнаған суымызды құямыз. Енді қақпағын орташа отқа қойып, етімізді пісіріп алатын боламыз. Енді жақсылап қайтадан араластырып болғаннан кейін орташа отқа қойып, етімізді піскенге дейін қалдырамыз. Етіміз пісіп дайын болғанға дейін гарнирін дайындаймыз. Мен гарнирге күрішті пісірдім. Және де қасына картошка по-деревенски пісірдім. Сіздер пюре болсын кез келген жасасаңыздар болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне бізде тамағымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.